Толагай бассейнде ойнап жүргенде бір қызық нәрсені байқады. Құрлықта су толы шелекті көтеру ауыр болатын. Ал бассейнге түскенде сол шелек әлде қайда жеңіл сезілді. Таң қалған Толагай. Неге біз суда жеңілірек боламыз? Деп ойланды. Қызықтап ол мұхитқа сүңгіді. Тәжірибе жасау үшін теңіз түбінен бір тасты көтеріп көрді. Құрлықта ол тасты көтеру өте қиын болар еді. Ал суда оны оңай көтере алды. Бірақ тасты төмен қарай itергенде су оны қайта жоғары итеріп жіберді. Өз денесі де жеңіл сезілді. Теңіз оны құшағында ұстап тұрғандай болды. Қанша батуға тырысса да су оны бетке қарай итеріп тұрды. Сонда Толагай бәрін түсінді. Су салмаққа қарсы бағытталған жоғары күш тудырады. Бұл күш қалқу күші, көтеруші күш деп аталады. Ол суға салынған кез келген затқа әсер етеді. Тасқа да, шелекке де, тіпті адамның өзіне де. Толагай мұхитта жүзіп жүрген үлкен кемелерді есіне алды. Олар өте ауыр болса да, су оларды батырмай, жоғары итеріп ұстап тұрады. Ол өз сұрағының жауабын тапты.